Tanzaniya жағалауынан алыс емес, Үнді мұхитының көгілдір суларында Занзибар аралы орналасқан. Свахили жағалауының инжу маржаны Занзибар бірнеше аралдан тұратын архипелаг. Олардың ең үлкені, көбінесе Занзибар деп аталатын Унгуджа және Пемба. Таза жағажайларымен, көгілдір суларымен және жасыл дәмдеуіш плантацияларымен танымал Занзибар, экзотикалық сұлулығымен келушілерді баурайтын сезімтал ләззат. Занзибар атауының өзі экзотикалық дәмдеуіштердің, шулы базарлардың және бай мәдени өрнектердің бейнелерін еске түсіреді. Араб тілінен шыққан занж, қара және бар, жағалау дегенді білдіреді. Занзибар атауы оның Африка материгімен және араб әлемімен тарихи байланысын көрсетеді. Бұл әсерлердің ерекше үйлесімі Занзибар мәдениетінің барлық қырларында, сәулеті мен тағамдарынан бастап музыкасы мен дәстүрлеріне дейін көрінеді. Ежелгі сауда жолдарындағы стратегиялық орналасуы Занзибардың тағдырын ғасырлар бойы қалыптастырды. Мәдениеттердің қоспасы болған бұл арал саудагерлердің, зерттеушілердің және империялардың ағыны мен қайтуын бастан кешірді. Олардың әрқайсысы осы керемет архипелагта өз ізін қалдырды. Бүгінде Занзибар тарих, мәдениет және табиғи сұлулық тоғысатын әлемге көзқарас ұсына отырып, өзінің жарқын өткенінің куәсі болып табылады. Занзибар тарихы, зерттеу, сауда және мәдени алмасу жіптерімен тоқылған тартымды ертегі. Еуропалықтар келгенге дейін Арал Арабия, Парсы және Үндістанмен сауда орталығы болған. Археологтар біздің дәуіріміздің бірінші ғасырына жататын қоныстардың дәлелдерін тапты. Бұл ұзақ және гүлденген тарихты көрсетеді. Біздің дәуіріміздің 8 ғасырында араб саудагерлерінің келуі Занзибар тарихындағы бетбұрыс кезең болды. Бұл батыл зерттеушілер сауда бекеттерін құрып, аралға исламды енгізді. Занзибардың мәдени ландшафтында мәңгілік із қалдырды. Ғасырлар бойы Занзибар дәмдеуіштердің, піл сүйегінің және құлдардың негізгі сауда орталығына айналды. Алыс жақыннан саудагерлер мен авантюристерді тартты. Португалдықтар 15 ғасырдың аяғында дәмдеуіштер мен сауданың қызығушылығымен келді. Олар аралда өз орнын құрды. Амандық арабтармен бақылау үшін бәсекелесті. Билік үшін күрес ғасырлар бойы жалғасты. Омандық арабтар ақыры 17 ғасырдың аяғында басымдыққа ие болды. Оман билігі кезінде Занзибар қалампыр саудасының орталығы ретінде гүлденіп, дәмдеуіштер аралы атауына ие болды. Занзибардың әр түрлі халқы оның бай тарихы мен мәдени тоғысуын көрсетеді. Аралда жергілікті африкалықтар, арабтар, үндістер және еуропалықтарды қоса алғанда, әр түрлі этникалық топтардың жарқын қоспасы бар. Олардың әрқайсысы аралдың ерекше мәдени өрнегіне үлес қосады. Свахили мәдениеті аралдағы басым мәдени күш болып табылады. Африкалық араб және Азия әсерлерін бай және жарқын дәстүрге біріктіреді. Араб және банту тілдерінің әуезді қоспасы болып табылатын свахили тілі аралда кең таралған және біріктіруші күш ретінде қызмет етеді. Отбасы және қоғамдастық Занзибар өмірінің орталығы болып табылады. Қонақжайлық, үлкендерді құрметтеу және қоғамдастық үйлесімінің дәстүрлі құндылықтары әлеуметтік құрылымға терең сіңген. Аралға келушілер көбінесе Занзибар халқының жылулығы мен достығына таң қалады. Олар әрқашан күлімсіреп, «Қош келдіңіз» деп қарсы алады.